Қыздар, сәлем барлықтарыңызға. Бүгін раскладымыздың тақырыбы жігіт жалпы сіз туралы не ойлайды? Жалпы алғанда ол жігітпен ары қарай арақатынас жасаған дұрыс па, жоқ әлде дұрыс емес па? Ары қарай онымен бірге арақатынас жасасаңыз қандай болады? Алдағы өміріңіз, егер онымен араларыңызды үзсеңіздер қандай болады деген сияқты соны көретін боламыз. Қыздар, бұл раскладты общий расклад, естеріңізде сақтап алыңыздар. Бұл тек бір адамға ғана ашып жатқан жоқпын, қазір общий аудиторияға ашып жатырмын. Бір жігітпен қыз тауып алайық. Общий аудиторияға ашып жатырмын. Сондықтан қыздар біреулерге сай келеді, біреулерге сай келмейді деген сияқты. Түсінікті ғой, жалпы егер де өміріңізде бұнды менің айтып отқандай нәрселер болмаса, демек бұл сіздің раскладыңыз емес. Бұл общий расклад, айтып қояйын қыздар. Одан кейін менің каналыма подписаться етілмей, просто видеоларымды көріп отырғандарды да байқап отырмын. Сол себепті подписаться етіп қойыңыздар. Алдағы уақытта қырғын көптеген видеоларды шығаратын боламын. Бұл жерде жігітті айтатын болсақ, жігіт өте ақылды жігіт деп айтсақ та болады. Бұл өмірге деген көзқарасы жақсы, активный, постоянно іс-әрекетте қимылда жүреді. Бұл қандай да бір үйрететін адам болуы мүмкін, жұмысына байланысты. Жұмысында мүмкін мұғалімде болуы мүмкін, врачта болуы мүмкін. Себебі бұл адам металдармен, жаңағы темір деген сияқты сондай қатты нәрселермен жұмыс істеуі мүмкін. Бұл соны қандай да бір адамға өзінің ученигі бар ма, жоқ әлде мұғалім ба, сондай бір үйретуі мүмкін, жалпы алғанда. Жалпы үйретіп жатуы мүмкін мамандығы бойынша. Бұл ер адам, ережемен жүретін ер адам десек те болады. Жаңағы болмайтын нәрсені болмайды деп жаңағы қатқаған ережесі бар, жалпы өзінің өмірінде ережемен жүруді ойлайтын адам. Сізді айтатын болсақ, сіз бұл жерде өте страстный, сексуальный аяқсыз. Нақты айтатын бойынша арыстан болуыңыз мүмкін, телесіз болуыңыз мүмкін, стрелец болуыңыз мүмкін. Бірақ бұл маңызды емес, тағы да айтамын, бұл общий расклад. Сіз қазір қасыңызда бір ер адам бар, ол сіздің күйеуіңіз болуы мүмкін. Немесе сіз семьяңызда әкеңізбен тұруыңыз да мүмкін, бірақ та бұл жерде ер адамның энергетикасы күйеуіңіз ретінде шығып тұр сіздің қасыңызда. Күйеуіңіз болуы мүмкін. Және ол екеулеріңіздің араларыңызда қазір көптеген нәрселер, құпия нәрселер көп десек те болады. Оның сізге айтпай жүрген нәрселері, сіздің оған айтпай жүрген нәрселеріңіз, жалпы іштеріңізде сақтап жүрген бір-бірлеріңізді кәдімгідей, бір-бірлеріңіздің көздеріңізді ашып тұрып, кәдімгідей сөйлесіп, ашық әңгіме деген жоқ араларыңызда, екеулеріңіз араларыңызда. Просто семья я деген сияқты. Сондай мағынада болуы мүмкін. Енді екеулеріңіз араларыңызды көретін боламыз. Жалпы алғанда екеулеріңіздің арақатынастарыңызда сіздер немесе бұрын тұрмыста болған болуыңыз мүмкін, немесе бұрынғы арақатынастарыңыздағы бір ер адам сіздің өміріңізге қайтадан келген болуы мүмкін, және сіз жалпы одан қорқасыз десек те болады. Алдыңғы өміріңізде кездескен ер адаммен онымен араласпай қойғансыз, енді ол адам өміріңізде жаңадан пайда болғаннан кейін сіз онымен араласуға қайтадан қорқасыз, бір жағынан тартынасыз, бір жағынан дұрыс емес деп те ойлайсыз. Сонымен араласатын болсаңыз, егер де сіз өзіңіздің шығып тұрған күйеуіңіз немесе жігітіңіз содан айырылып қалған деп қорқасыз. Басқа жігітпен, бұрынғы арақатынаста болған жігітіңізбен аралассаңыз, сіз қазіргі жігітіңізбен, данный момент жүріп жатқан жігітіңізбен, қазір сіздің императорыңыз болып отырған ер адамыңызбен айырылып кетемін деген қорқыныш сізде бар. Айырылып кетулеріңіз де мүмкін. Кестеменің басында қосыла кетсеңізші. Бұрынғы арақатынасыңызды қайтадан жаңғыртамын деп жүріп, қазіргі данный моментте сіздің императорыңыз болып отырған мықты ер адамнан айырылсаңыз. Сіз соны да білесіз, оны да білесіз, қорқыныш бар. Енді раскладымызды ашайық. Ойлап отырған ер адамыңыз мүмкін, сіз қазір ойлап отырған ер адамыңыз бұрынғы арақатынасыңыздағы ер адаммен қайтадан қарым-қатынас жасайын ба деген қорқыныш болып отыруы мүмкін. Сіз соны
ойлап отқан болуы мүмкін да, загаданный қылып жаңа қазір ғана шыққан. Бірақ сіздің қасыңызда тағы бір император шығып тұр, тағы бір ер адам. Жасырған адамыңыздан басқа көретін боламыз. Сіз ойлаған қазір загаданный ер адамыңыз сіз туралы не ойлап тұрады? Сізге деген қарым-қатынасы қандай? Бұл қазір ешқандай жылдам әрекеттер жасап жатқан жоқ бұл ер адам. Жылдам әрекет жасағысы да келмейді негізінде. Асығыстан болған қаламайды, бірінші барлығын өлшеп, пішіп, кесіп деген сияқты. Сондай моментті күтіп отқан болуы мүмкін. Немесе өткен арақатынастарыңызда сізге бір қандай да бір ренжіген болуы мүмкін. Сіз оны тастап кеткен болуыңыз да мүмкін. Мен қазір жан-жақты қарастырып өйткені бұл общий, тағы да айтайын, общий расклад. Біріне келеді, біріне келмейді. Сіздерге сол үшін келу үшін сіз мен картаның басына ашып отқанда сіз ойлаған жігітіңізді, жаңа загаданный адамыңызды, жасырғыңыз келген адамды ойлауыңыз керек, соның кездесулерді есіңізге алуыңыз керек. Сол кезде бұл карта сізді көбірек сіздің энергетикаңыз осы картада келеді деген мағынада. Негізінде бұл карта бойынша негізі бұл қазақтарда емес, көбінесе орыстарда, христиан дінінде солардың нелерінде көп дамыған десек те болады, солардың көбісі осыған сенеді десек те болады. Бірақтан енді әр адам әртүрлі өзі шешім қабылдайды, сене ма, сенбей ма. Мүмкін бір адам өзінің дініне берік шығар, бір адам может сенетін шығар. Енді бұл өмір ғой, пендеміз ғой, біз бәріміз білгіміз келеді болашақты деген сияқты. Бұл общий расклад, тағы да айтады, общий расклад. Сонымен оралатын болсақ, араларыңызда бұл жігітте асығыс жоқ қазір, сізге ренжіген болуы мүмкін, араларыңызда мүмкін бала болған болуы да мүмкін. Бұрынғы арақатынастарыңызда ер адамның, осы загаданный ер адамда балаңыз болған болуы да мүмкін бұрын. Немесе сіздің арақатынастарыңыз жауапкершілігі жоқ арақатынас болған да болуы мүмкін. Ол ер адам сізде сен маған менімен бірге тұрсаң тұр, менімен бірге жүрсең жүр, жүрмесең онда боссын кете бер деген сияқты әңгімелер айтқан болуы мүмкін. Менде бәрі бар, мен ештеңем жоқ айтпаймын. Кеткім келе ма, менімен тұрғым келмей ма, менімен жүргім келмей ма, қыз жігіт болып немесе әйелім болып тұрғым келмей ма, кетсең кете бер, менде барлығы бар, менде барлығы дұрыс деп сізге айтқан болуы мүмкін. Бірақ ол қазір өкінуі де мүмкін, сол кезде ертерек іс-әрекет жасап болғаннан өкінуі де мүмкін. Данный момент сіз туралы не ойлайды? Данный момент сізбен бірге қазір семья болуды ойлап отыр, сізге ұсыныс жасағысы келеді, мүмкін кездесуге ұсыныс жасағысы келе ма, неге? Немесе бір үйде кездесейік деуге ұсыныс жасағысы келе ма, может саябаққа кездесуге деген ұсыныс жасай ма? Элементарно болмайтын нәрсе болуы да мүмкін, бірақ семья болуды да ұсынуы мүмкін. Немесе әшейін кездесуді, паркте кездесуді де ұсынуы мүмкін. Қандай да бір, немесе бір помещениеде кездесуді ұсынуы мүмкін. Өйткені бұл жерде үй шығып тұр, крыша шығып тұр. Бір үйде кездесуді ойлап отыр ма, сондай ұсыныс жасағысы келеді. Данный момент оның ойын біліп жатыр қазір. Ойында ұсыныс жасағысы келеді, бірақ ол қазір ешқандай әрекет жасап жатқан жоқ. Бездействие. Ол қазір әрекет жасамай жатқан себебі екі ойлы. Сізді кездесуге шақырайын ба, шақырмайын ба деген екі ойлы, бірақ ойында бар, бірақ ол қазір ешқандай әрекет жасап жатқан жоқ. Жалпы жігіттің ойын білетін болсақ, сіз жаққа қарай баруды ойлап отыр. Мүмкін араларыңызда бала болған болуы мүмкін. Ол сізге келуі мүмкін, балаларын көруге де келуі мүмкін. Және бірақ ол екеулеріңіздің арақатынастарыңыз қазір тәтті емес, балдай тәтті емес, жақсы емес. Ол соған жүрегі жаралы десек те болады, жүрегі ауырады десек те болады. Мүмкін баласы да осындай қасында емес екеніне жүрегі ауырады десек те болады, семьясы қасында емес екеніне де жүрегі ауырады. Жалпы бұл келуі мүмкін, баласын көруге келуі мүмкін. Ақ машинамен немесе қара машинамен, қандай да бір сондай ақ, қара сияқты таксимен де келуі мүмкін, көлікпен жалпы алған кезде. Және бұл жерде тағы екінші вариант айтатын болсақ, тұрмысқа шықпаңыздар.
қыздардың өтініші бойынша егер балаларыңыз жоқ үйленбеген болсаңыздар, бұл сіздерге келгісі келеді, сіздермен жақсы күнді өткізгісі келеді, жақсы сәттерді өткізгісі келеді, бірақ ол оған ешқандай повод көріп тұрған жоқ. Қазір оның сіздің жүрегіңізді жаралап ала ма деген қорқыныш, оның жүрегі жараланып қала ма деген қорқыныш, қайтадан екеуміз кездесетін болсақ бір-бірімізден ажырай алмай қаламыз ба, жүрегіміз жараланып қала ма деген қорқыныш, бірақ сізге келгісі келеді, келуі де мүмкін, сізден жақсы күндерді өткізгісі де келуі мүмкін. Жалпы енді жігіттің ойын білдік, келгісі келеді, жалпы кездескісі келеді, балаларын көргісі келеді, балалары болса, балалар жоқ болса, сізбен жақсы күндерді бірге өткізгісі келеді, жақсы кездесулер ұйымдастырғысы келеді. Бірақ ол өткеніне өкінеді, сізді жәнегідей кетсең кете бер бар деген сияқты сондай болмаса менің өмірімде бәрі жақсы, кете берсін, менде өз өмірім өзімде деген сияқты баста әрекетіне, тез шешім қабылдаған әрекетіне ол адам өкінуі мүмкін. Данный момент оның ойы солай болып шығып тұр. Және тағы сұрақтарымыз бұл адаммен жаңа екінші сұрағымыз, бұл адаммен ары қарай қарым-қатынас жасаған дұрыс па дұрыс емес пе соны көрейік. Егер сіз бұнымен қарым-қатынас бастасаңыз, қайтадан екеуіңіз араңызда бірдеңе басталса, онда қайтадан ара қатынастарыңыз басталатын болса, ол белгісіз, өткен ара қатынастарыңыз белгісіз сіздерге. Себебі ол жігіт өзі де білмейді, сіз де өзіңіз нақты шешім қабылдамағансыз ол туралы, бұрынғы жігітіңіз туралы. Ол сізді бірге болғысы келуі мүмкін, сіздер екеулеріңіз бірге болғаныңыз келіп сондай ой болуы мүмкін, бірақ қазір онымен бірге қайтадан отношения бастайтын болсаңыз, сізге ештеңе де белгісіз, оның алдағы уақыттағы іс-әрекеттері де белгісіз, мутный, ол адам өзі не істеп не қояр білмейді әлі. Сіз бұл жерде не істеріңізді білмей қалуыңыз да мүмкін. Сізде жаңағы не істеріңізді білмей, ананы бір ойлап, мынаны бір ойлап, көп сізде таңдаулар болуы мүмкін. Ал егер онымен ара қатынасты үзетін болсаңыз, жоқ деп отказ беретін болсаңыз, мүлде араласпай қояйық десеңіз, онда сізде қандай болады? Сізде басқа ер адам пайда болады онда. Иә, сізге сезіммен келетін болады, ол ер адам. Басқа ер адам пайда болады, және жаңағыдай ойлаған адам сіз өзіңізден ол ер адамдікі келіп жатқан ер адам, бұрынғы ара қатынастағы ер адам қайтадан көңіл білдіріп жатса, сіз оны жоқ десеңіз, сіздің өміріңізде басқа ер адам пайда болады. Және сіз өзіңіз тыныштандырып, яғни миыңыз тынышталып, бір жүктен арылғандай боласыз. Оны тасалаңыз, басқа ер адам келеді. Және сіз жаңа бақыттарға көшуіңіз мүмкін. Жаңа бақытқа өзіңізді мойныңыздан алып жүк түскендей болып, өзіңіз жаңа өмір, жаңа басқа адаммен бастауыңыз мүмкін. Бірақ ол адамға да сенуге болады деп айта алмаймын. Новый адам, егер осы ойлап отқан жігітті тастасаңыз, новый адам пайда болса, сізге көп уәде береді, көп сөйлейді, көп уәде беретін адам жолығуы мүмкін, бірақ ол іске келген кезде істемейтін адам болуы мүмкін. Бұл адамның сипатын білдіріп, енді оның состояниесі қалай болады, соны бастатсаңыз. Ойлап отқан адамыңыздың бұл араға үзем деп тастап кетсеңіз не болады? Ол адамның өмірінде конечно басқа қыз пайда болады. Басқа қыз пайда болады, бірақ деген ол сізге қайтадан ұсыныс жасап келе беруі де мүмкін. Сіз бір рет отказ берсеңіз, тағы да менімен бірге бол деген тағы ұсыныстар айта беруі мүмкін ары қарата да. Бұл сізді ойлап, уайымдап, стресске түсуі мүмкін, депрессияға түсуі мүмкін, сіз оны тастап кетесіз. Ол бір жағынан ашулануы да мүмкін, сізге қатты сөз айтуы да мүмкін, одан кейін сіз оған тоқтайсыз. Бірақ ол сізге деген ынтасы жақсы, мол десек те болады.
қыздар, менімен бірге соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басып комментарий жазыңыздар. Кімге сәйкес келді, соны комментарийға жаза кетіңіз, өйткені бұл маған өте маңызды десем де болады. Маған да адамдардың сәйкес келе ма, не деп білгім келеді. Жоқ болса